Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Алдағы келе жатқан жаңа жыл мерекесіне подшуба салатын осында ерекше түрде жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, подписка, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттарымыз: пищевая пленка, қызылша, жұмыртқа, картошка, селедка, майонез, үккіш, аскөк, бұрыш және тұз. Алдымен картобымызды үккішті майда тор көзінен өткізіп аламыз. Жұмыртқамыздың ағын сарысынан бөліп алып, үккішіміздің майда көзінен өткізіп аламыз. Сарысын да майда көзден өткіземіз, бірақ оны әсемдік үшін қолданамыз. Тазаланған селедкаларымызды майдалап турап аламыз. Жарты дана пияз қоссаңыздар да болады, бірақ бұл жерде мен пияз қолданбадым. Үккіштен өткізілген картоп пен жұмыртқамызға 2-3 қасық майонез, қалауларыңыз бойынша тұз, бұрыштарыңызды сеуіп араластырасыздар. Қызылшамызды да үккішті майда көзінен өткіземіз. Аскөгімізді де майдалап турап әсемдікке қолданамыз. Үккіштен өткізілген қызылшамызды міндетті түрде суын сорғытып алып, үстіне тұз, бұрыш, майонезіңізді қосып араластырасыздар. Пищевой пленкамызға 1,5 ас қасық қызылшамызды салып, шеңбер тәріздес жасап қоямыз. Майонезбен араласқан картоп пен жұмыртқамызды 1 ас қасық алақанымызға алып, ортасын ойыңқы жасап, ішіне салмасына, яғни селедкамызды салып, шарик жасаймыз. Жасалған шаригімізді шеңбер тәріздес қып жасалған қызылшаның ортасына салып, тағы да шарик формасын шығарамыз. Дайын болған подшубамызды жұмыртқамыздың сарысына аунатып, осылай тарелкамызға саламыз. Келесі шаригімізді ас көкке аунатамыз. Осымен дастарханда көздің жауын алатын, қонақтарыңызды таң қалдыратын подшуба салаты дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Нұржамал. Видеоның соңына дейін қарап, подписка, лайк басуды ұмытпаңыздар.